Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ғайбат ету туралы білетін боламыз. Жалпы ғайбат ету дегеніміз не? Белгілі танитын бір мұсылманның немесе зимми кәпірдің айыбын, оны жамандау үшін артынан сөйлеу ғайбат болады. Ғайбат ету харам болып табылады. Тыңдап отырған адам оны танымайтын болса, ғайбат болмайды. Ғайбат етілген адамның денесінде, тегінде, мінез-құлқында, жұмысында, сөзінде, дінінде, дүниесінде, киімінде, үйінде, тіпті жануарларында болған бір кемшілігі артынан айтылса, яғни ол адам бұны естіген жағдайда ренжитіндей сөз айтылған болса, ғайбат болады. Естігенде ренжитін сөзді бетіне айту да күнә болып табылады. Астарлап айту, ишарамен, әрекетпен білдіру, жазумен де білдіру де сөзбен айту сияқты ғайбатқа жатады. Бір мұсылманның күнәсі және де кемшілігі айтылғанда, молдалардың, уағызшылардың әлхамдулиллах біз ондай емеспіз деулері ғайбаттың ең жаманы болып табылады. Біреу туралы айтылып жатқанда әлхамдулиллах, Аллах бізді ондай арсыз етпеді деген сияқты сөздермен оны жамандау өте жиіркенішті ғайбатқа жатады. Пәленше өте жақсы кісі, бірақ ғибадаттағы мына кемшілігі болмаса тіпті жақсы болар еді деу де ғайбат болады. Хужурат сүресінің 12-ші аятында бір-бірлеріңді ғайбат етпеңдер деп бұйырылды. Ғайбат адамның сыртынан жамандау, өсектеу деген сөз. Біреуді ғайбат ету өлген адамның етін жеумен бірдей екендігі білдірілген хадис шарифтерде былай бұйырылды. Миғражға шыққандамыз тырнақтары мен беттерін, кеуделерін тырнап жатқан адамдарды көрдім. Бұлар кімдер деп сұрағанымда, ғайбат етіп адамдардың етін жеп өздеріне қастандық жасағандар деді Әбу Дауд. Қияметте бір адам сауап дәптерінде жасамаған ғибадаттарын көреді. Бұлар сені ғайбат еткен адамдардың сауаптары делінеді. Хараити. Бір жамағат ішінде болғаныңда бір адам туралы ғайбат айтылғанын көрсең, ол адам үшін көмекші бол. Және жамағатты да оны ғайбаттаудан қайтаруға тырыс, немесе ол жерден тұрып кет. Абидуния. Дін бауырының бетіне айтуды қаламайтын нәрсең ғайбат болып табылады. Асакир. Бір адамның жанында дін бауыры ғайбат етілгенде, оған көмектесуге күші жете тұра көмектеспесе, Аллаху тағала оны дүниеде де, ақыретте де масқара қылады. Абидуния. Бір адамның мал-мүлкі аз, бала-шағасы көп, намазы жақсы болса және мұсылмандарды ғайбат етпесе, қияметте онымен бірге боламыз. Хатиб. Пәленшенің бойы қысқа деген адамға пайғамбарымыз бұл сөзің теңізге тасталса, теңіз де сасиды деп бұйырды. Тирмизи. Ғайбат адамның сауаптарының азаюына, басқалардың күнәларының өзіне жүктелуіне себеп болады. Бұларды үнемі ойлап жүру ғайбат айтуға кедергі болады. Ислам ахлаха. Ғайбаттың зияны. Сұрақ: ғайбат етуден құтылудың жолы бар ма? Жауабы: я, бар. Ғайбаттың не екенін және де оның зияндарын білетін адам ғайбат айтудан құтылады. Мәселен, жыланның зиянын білетін адам жыланмен ойнай ма? Жыланды қойнына алып жата ма? Ғайбаттан құтылу үшін бірінші ғайбаттың зиянын ойлау керек. Ғайбат етумен сауаптарының кететінін, тіпті ғайбаттаған адамының да күнәлары да өзіне жүктелетінін білу керек. Хадис шарифтерде бұлай бұйырылды. Қияметте сауап дәптері ашылған адам дүниеде болған кезде мынадай ғибадаттарды жасаған едім, мұнда жазылмапты дейді. Олар өшіріліп ғайбаттаған адамының дәптеріне жазылды делінеді. Исфахани. Екінші, ғайбат дүниеде де атыңа кір келтіреді, өсекші деген атқа қалдырады. Хадис шарифте былай бұйырылады. Ғайбат еткен адамды тыңдаған адам да бұл күнәға ортақ болады. Табарани. Және де бір адам басқа бір адамға ренжісе, оны жамандауға тырысады, оны ғайбат етеді. Ал біреуге ренжігені үшін өзін тозаққа тастаудың ақымақтық екенін білген адам ғайбат етпейді. Ғайбат етумен оған зиян келтірген болмайды, керісінше өзін пәлекетке түсірген болады. Оған қоса жақсы көрмейтін адамының күнәларын алып, орнына өзінің сауаптарын берген болады. Кейде адамдарды күлдіру үшін, қуандыру үшін де ғайбат айтылып жатады. Адамдарды қуандыру үшін Аллахтың ашуына ұшыраудың қалау ақымақтық емес пе? Және де
Ғайбат ететін адам мақтануды адамдардың өзі туралы айтып жүрулерін қалайды. Ол үшін әртүрлі әдістерді қолданады. Мәселен, пәленше өте нашар тұрады деп айтады. Бұл сөзімен менің тұрмыс жағдайым жақсы дегенді айтпақшы. Өзінің жомарт екендігін білдіру үшін пәленше өте сараң адам дейді. Егер бұлай ғайбат айтқанды тыңдаған адам ақылды болса, өзінің бұлай мақтаған адамға еш мән бермейді. Бұларды тыңдаған адам ақылсыз болса, надан біреу болса, ғайбат еткенінде оған мән беретін болса не шығады, одан не пайда табады. Өзгелерді ғайбаттап кемшілік іздейтін адам өз кемшіліктерін көре алмайды, ал өзінің кемшіліктерімен әуре болған адам басқалардың кемшілігін көре алмайды. Бұдан өзгеден кемшілік іздеп жамандап жүрген адам өзінің кемшілігін көре алмайтын надан ақымақ екендігін аңғарамыз. Іші тарлар, көре алмаушылар, мал-мүлкі бар дәулетті адамдар жамандайды. Мал-мүлкі көп, бірақ жеуді білмейді, өте сараң адам деп айтады. Немесе жоғары лауазымдылағыларды жамандайды. Директор болдым деп кісі болып қалыпты дейді. Бұлай айтумен ғайбатталған адамның малы да азаймайды, лауазымынан да түсіп қалмайды. Керісінше іші тарлығы одан сайын қоза түседі. Оның үстіне ғайбат ету күнәсына булыққаны үшін сауаптарын жақсы көрмейтін адамына бергені болады.